еңбекпен нанды тапқаның үшін, бейнетіңнің зейнетін көрші, әкешің менің мақтанышым депін. Әке асқақтау, анамыз болғайындағы болақ, балалары жағасында құрақ дейтін болсақ, осындай сәні мен салтанаты, бағы мен берекесі, ынтымақ мен бірлігі жарасқан, ел сүйсініп қаратындай әдемі отбасының тойына баршаңызға қош келдіңіздер ағайын. Осындай той жырысы болсын, осындай әдемі той бәріміздің шаңырағымызға бұйырсын. Қолына қондырған ақ құсың, басына қондырған бақ құсың болсын бауырым. Отағасы деген үлкен лауазымдардың иесі болған құтты болсын, отбасы деген шағын мемлекеттің президенті болғаны құтты болсын. Мен жастарға ешкімді ақыл айта алмаймын. Қазір жастар бәрін біледі. Жастарға бір ғана айтарым, осы әке анамыздай болсақ, біз ешқашан жаман болмаймыз, ешқашан қателеспейміз. Қозы көрпеш баян сұлу, қыз жібекпен төлеген махаббат деп алысқа бармай қояйық. Абзал мен Гүлсімге, Еркін ағам мен Айнагүл жеңгемнің, Кеңесбай атамыз бен Айсұлу анамыздың махаббатын нәсіп етсін. Енді рұқсат болса, мен Абзалжанды көп қинамай, той төріне Гүлсімнің жанына қарай жіберейін, бірақ Гүлсімді бір еркелетіп, бір жақсы әдемі сөздер айтып қалсақ.